Төтенше жағдайға тап болған қарапайым азаматтардың өмірі осы адамдардың батылдығы мен кәсібилігіне байланысты. Құтқарушының негізгі жұмысы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, өрттерді жою, жанып жатқан ғимараттан адамдарды құтқару, жер сілкінісі нәтижесінде тұрғын үйлердің қирау салдарын жою, суға батып бара жатқан адамдарды құтқару. Бұл авариялық құтқару қызметтері міндеттерінің толық емес тізімі. Осы міндеттерді адал атқаруға ниетті 18 бен 35 жас аралығындағы азаматтарды төтенше жағдайлар басқармасы қабылдауға дайын. Хочу обратиться. Барлық Екібастұз өңірінің азаматтарына құлақ қағыз. Төтенше жағдайлар басқармасы өрт құтқарушысы, өрт сөндіру автокөлігінің жүргізушісі қызметіне шақырады. Бізге қызметке тұру үшін әскери қызметке жарамды болу керек. Ортадан төмен емес білімнің болуы шарт. Және көліктің жүргізушісі ретінде қабылданатын болса, БЦ, БЦД, БЦД категориясы болуы тиіс. Өз өмірін осы кәсіппен байланыстырғысы келетін кез келген азамат төтенше жағдайлар басқармасына жүгіне алады.